Мен Жанар Төрежанқызы, мектепке дейінгі тәрбие бөлімінің арнайы пән оқытушысы. Бүгінгі өтілетін сабақ балаларды табиғатпен таныстыру және оқыту әдістемесінен. Сабақтың тақырыбы табиғат бұрышындағы бөлме өсімдіктері. Сабақтың мақсаты студенттерге тірі табиғат бұрышындағы бөлме өсімдіктер және олардың түрлері туралы теориялық түсінік беру. Күтетін нәтиже студенттер табиғат бұрышында жүргізетін оқу тәрбие жұмыстары туралы кәсіптік бағдар алады. Сабақтың жоспары: табиғат бұрышы туралы жалпы түсінік, бөлме өсімдіктерінің түрлері, табиғат бұрышындағы еңбек. Біздер табиғат бұрышындағы бөлме өсімдіктері туралы тақырыпты ашу үшін алдымен мына суретке назарымызды аударайық. Мектепке дейінгі ұйымда әрбір топта табиғат бұрышы орналасу керек. Солардың ішіндегі негізгі тұрақты мекендеушілері, олар бөлме өсімдіктері, аквариумдағы балықтар, террариумдағы ұсақ жануарлар және тордағы құстар болып табылады. Сонымен қоса, тірі табиғат бұрышы дегеніміз, ол табиғат бұрышы топты безендіру үшін ғана емес, мектепке дейінгі ұйымда педагогикалық үрдістің негізгі бөлігі болып табылады. Тірі табиғат бұрышы мектеп жасына дейінгі балаларды табиғатпен көрнекі және әрекетті түрде таныстырудың ең қажетті жағдайларының бірі. Мектепке дейінгі ұйымда тірі табиғат бұрышы әр топқа бөлек-бөлек ұйымдастырылуы керек екен. Тірі табиғат бұрышының терезелері оңтүстік-батысқа, оңтүстікке немесе оңтүстік-шығысқа қаратылуы керек. Балалар бақылау үшін әрі күтіп баптау үшін сол нысанға еркін жақындай алатындай кеңістікте болу керек. Экскурсияда немесе серуен кезінде бақылау ұзақ болмайды, оны өздеріңіз білесіздер. Ал тірі табиғат бұрышында мектеп жасына дейінгі балалар күн ұзаққа жануарлар мен өсімдіктерге жақын барып, оларды қарай алады, ұзақ уақыт бақылау жасай алады. Табиғат бұрышындағы тіршілікке жасалған бақылаудан балалар нақты деректер алып, өзін-өзі одан әрі дамытуға жол ашады. Тірі табиғат нысандарын бақылап, тану арқылы балалардың қисынды ойлау қабілеттері дамиды, зейіні тұрақталады, есте сақтау мен тапқырлық, білімге деген қызығушылық қасиеттерінің дамуына себепкер болады. Табиғат бұрышында көптеген бөлме өсімдіктерінің түрлері көп. Мәселен, аспидистра, традисканция, хлоропитум, фикус, қазтамақ, бегония, тағы да басқа. Аспидистра бұл өсімдік, мәселен, ыстық күн мен дымқылдылықты ұнатпайды. Оның үстіне аспидистра қайта отырғызуды ауыр көтереді. Традисканция әрқашан ол қыста бұл өсімдік салқын бөлмеге керемет үйлеседі, дегенмен оған жеткілікті жарық түсіп тұру қажет. Ал хлоропитум ол бөлмедегі ауаны жақсы тазартады, ол жарықта да, көлеңкеде де жақсы өседі. Яғни ол суаруды жақсы көтереді. Фикус гүлі бұл шаңды жақсы жинайды өзіне. Оның жапырақтарын жуып тазалау оңай. Фикус ауаны оттегімен толтырып, ауаны жақсы тазартады. Қазтамақ, отаны оңтүстік Африка, оның бірнеше түрлері бар. Жапырақтар хош иісті, жасыл, қоңыр немесе ақ жиегі бар, шатыр сияқтанып, жиналған гүлдері барынша ашылып гүлденіп тұрады. Бегония, отаны Азияның тропиктік ормандары, әдемі, ашық түсті, ірі жапырақты, сағақ сияқты салбырап тұратын өсімдік. Міне осындай өсімдіктердің көптеген түрлерін тәрбиеші биологиялық ерекшеліктеріне сәйкес орналастыру керек. Мәселен, кейбір өсімдіктер тікелей күннің көзін түсуді қаламайды. Керісінше көлеңке жерде жақсы өседі.
Ал кейбір өсімдіктер ауа суарғанда шашыратып құйғанды жақсы көреді. Ал басқа, мысалы, бегония сияқты тәрізді өсімдіктерді, мысалы, суды шашыратып құюға болмайды. Өйткені олардың жапырақтарына дақ түседі. Мінекей, балалар табиғат бұрышында осындай өсімдіктермен бірге табиғи материалдармен де жабдықталу керек. Бірақ олардың барлығы балалардың жас ерекшелігіне сәйкес, балабақшаның, мектепке дейінгі ұйымның негізгі бағдарламасының талаптарына сәйкес болу керек. Осы табиғат бұрышында өсімдік зиянкестерінің ең көп тараған түрлері көп, сол зиянкестермен күрес жолдары да ұйымдастырылады. Келесі өсімдіктер табиғат мүйісіне орналастыру талаптарына тоқталар болсақ, балалар табиғат бұрышының тұрақты мекендеушілерін күтіп баптаған кезде өсімдіктердің дұрыс жетілуіне, оған кері әсер ететін жағдайлармен жақсы таныс болу керек. Мысалға, өсімдіктер күнге қарап бой түзейді, тыныс алады, оған өсу үшін күннің жылуы, таза ауа, су тыңайтқыштар керек. Жарықтың, ылғалдылықтың тыңайтқыштардың жетіспеушілігі бұл өсімдіктердің өсуіне кері әсерін береді. Өсімдіктердің өсіп жетілу жолдарымен танысады бұл кезде балалар. Олар тұқым, бүршік жару, жапырақтарымен, бұлардың сабағы, қопсыту жолдары, оларды құнарландыру, барлық осындай әрекеттермен балалар танысады. Гүлдердің жақсы өсуіне таза ауа мен бөлме температурасының бір қалыптылығы аса қажет. Сондықтан да балаларға үнемі осыларды еске түсіріп отыру керек және шағын ескерме жүргізу керек. Табиғат бұрышындағы еңбекке тоқталар болсақ, ол өсімдікті күтіп баптау жолдарынан тұрады. Балалар табиғат мүйісінің мекендеушілерін күтіп баптаған кезде еңбекке бейімделу және еңбек сүйгіштік, тірі нысанға аялай қарау көзқарасы қалыптасады. Және тапсырылған іске деген жауапкершілік сияқты бағалы қасиеттер қалыптасады. Бала өсімдікті күтуге, табиғи ортаға жанашырлықпен қарауға, тәрбиешінің күнделікті тікелей басшылығымен тәрбиеленеді. Мәселен, кіші топ пен ортаңғы топтың балалары үшін табиғат бұрышында аса күрделі күтімді қажет етпейтін, әдемі гүлдейтін, мысалы геран тәрізді, жапырақтары қалқандай, фикус тәрізді, сондай салыстыру үшін әдемі өсімдіктерді алады. Ал ересектер мен жоғары топтар үшін табиғат бұрышында ол аса күрделі күтімді қажет ететін, мысалы пиастиксіз өсімдіктерді алуға болады. Немесе пішіндері әртүрлі, сабақтары әртүрлі, жапырақтары әртүрлі, гүлдейтін өздері сондай өсімдіктерді алып, балалар сол өсімдіктердің өсуіндегі өзгерістерді бақылай отырып салыстырады. Және балалар олардың айырмашылықтарын ғана емес, сонымен бірге ұқсас белгілерін де табуы керек. Сол сияқты осындай өсімдіктерді балалар күтіп баптауға жоғары 4-5 жастан бастап араласады. Яғни табиғат бұрышында екі баладан кезекшілік қызметін атқарып, оларды күтіп баптау жолдарын, оларды түбін қопсыту, гүлге су құю, немесе бүрку деген сияқты шаңын тазалау, жапырақтарын осындай жұмыстар жүргізеді. Сонымен қоса бұл табиғат бұрышында міндетті түрде күнделікті ауа райын бақылап және оны белгілейтін арнайы шартты белгілерді қолданады. Яғни ол табиғат күнтізбесі деп айтамыз. Сонымен қоса сіздерге мынандай семантикалық картамен жұмыс жүргіземіз. Мәселен, тірі табиғат бұрышындағы барлық өсімдіктердің түрлері жалпы 3 топқа бөлінеді. Тропиктік ормандар мен шалшықтарда өсетін өсімдіктер, шөл даланың төзімді өсімдіктері, субтропиктік өсімдіктер деген сияқты. Осы өсімдіктердің түрлерін көріп отырсыздар, сол өсімдіктердің тұсына қай топқа жатады? Мәселен, аспидистра қандай топқа жатады? Субтропиктік өсімдіктер. Ендеше оның тұсына біздер осындай белгісін беруіміз керек. Немесе шөл даланың төзімді өсімдіктеріне қандай өсімдіктер жатады? Міне осылай белгілеп шығуымыз керек. Ескеретін жағдай, мәселен, тірі табиғат бұрышында баланың қолын жарақаттап алмау үшін балаға зиян келетін кейбір өсімдіктер болатын болса, отырғызуға болмайды. Мәселен, солардың барлығын тәрбиеші ескеру қажет. Егер бүгінгі сабақты барлығын жақсы түсіндім десеңіздер, бас бармақтарыңыз жоғары көтеріңіздер, ал сабақты енді түсініп келем десеңіздер, бүйірге түсіріңіздер бас бармақты, ал енді түсінбедім десеңіздер, онда төмен қойыңыздар. Назар аударғандарыңызға көп-көп рахмет.
Келесі кездескенше.